Қазір әлемді қандай халық басқарып отыр десе, көптеген адамдар батыс елдері, Ресей, Қытай, еврейлер деп айтар еді. Бірақ оларға дейін түркілер мыңдаған жылдар бойы әлемді билеп, біраз жерлерге дейін барғаны жасырын емес. Алысқа кетпей 14-15 ғасырларда алып қарасақ, Мысыр мен Сирия жерлерін қыпшақтар бастаған Мәмлүк сұлтанаты, Үндістанда Орта Азиядан шыққан Айбек сұлтан құрған Дели империясы, қазіргі Орта Азия мен Ресейдің көптеген жерлерін Алтын Орда, Кіші Азия мен бірқатар Европа жерлерін Осман империясы, Иранды Жалайыр сұлтанаты, Шығыс Түркістанды Моғолстан мемлекеті, Қытайда қоңыраттар мен жалайырларға арқа сүйеген Құбылай құрған түркілік Юань империясы билеп төстеп отырды. Сол заманда Евразияның 3/2-сі түркі империялары басқарып отырған кезең деп айтсақ қате болмас. Бүгінгі видеода қалайша түркілер әлемдік биліктен ажырап, құлдырау кезеңіне өткенін қарастыратын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, сонда сіздер түркілер жіберген басты қателікті түсінетін боласыздар. Ең әуелі Алтын Орданың жағдайына келер болсақ, қазіргі қазақ, башқұрт, ноғай, қарақалпақ, қасым татарлары, қырым татарлары мен сібір татарлары бір туасына жиналған орасан зор империя бола білді. Алтын Орда әскерлері сол кездегі ең мықты әскерлердің қатарынан болып, ешкімге дес бермейтін. Мұнда қару-жарақтың барлық түрлері қарыштап дамып жатты. Тіпті сол заманға сай пушка мен оқ қаруларға дейін шығарылып жатты. Алтын Орда адамдары өздерін қауіпсіз сезінеді сонша, тіпті ең ірі деген қалаларына қорғаныс бекіністерін де салмайтын. Ешкімнің ойына Алтын Ордаға басып кіру не жаулап алу кіріп те шықпайтын. Қытай мен Европаның сауда жолдарын қолына ұстауы мен қатар ары бері өткендердің салық жинауы және орыстарға алым төлеттіруі ордалықтарға ауадан ақша істеуіне жол ашты. Сондай-ақ Хажы Тархан, Сарай Берке, Астрахан, Қазан сынды қалалары ірі сауда орталықтары болып мемлекет қазынасын байытты. Алтын Ордаға келген саяхатшылар бұндайда бай қалалар болады екен-ау деп таңдай қағып жатты. Кейіннен Алтын Орданы жау алмаса да өз ішіне бөлінуге тап болып билікке таласып, Шыңғыс ұрпақтары бірін-бірін өлтіріп, мемлекеттің берекесін қашырды. Осы тұста Беклербек Мамай үлкен беделге ие болып, өзінің адамын таққа отырғызып қойып бар билікті тізгіндемекші болып, сәтті әрекеттер жасап жатқанда Тоқтамыс деген адам шығып, өзін Алтын Орданың заңды мұрагерімін деп Мамайға соғыс ашты. Әмір Темірден қолдау алған Тоқтамыс Алтын Орданың билігін алып Мамайды өлтірді. Тоқтамыстың билікке келуімен Алтын Орда қайта күшейіп тұрақтылық орнады. Өзара соғыс барысын пайдаланып, ұзақ жылдар салық төлемей қойған орыстарға кімнің дәу көке екенін көрсету үшін Тоқтамыс үлкен қолмен жорыққа аттанып, 1382 жылы Мәскеуді өртеп жіберді. Тоқтамыс бұл жеңісіне қатты мастанып кетті. Кезінде жаулары әкесі Түйғожаны жазаға тартып, өзін тентіретіп қуып жібергенде Әмір Темір жерінде паналатып, қолдау көрсетіп жауларын талқандап, оны таққа отырғызса да, енді Тоқтамыс күшеніп 1385 жылы 90 мың әскермен Дербенттен асып, Иран жерлеріне жойқын шапқыншылықтар ұйымдастырды. Орталықтар Иранның ең бай қаласын тонап кеткенмен қоймай, Темір үшін ең маңызды қалалардың бірі Бұхараны қоршауға алды. Бұл жағдайлар Әмір Темір империясындағы бағынышты болып отырған қазіргі өзбектердің арғатасы Хорезм халқын көтерілуіне алып келді. Әмір Темір Хорезм халқын қырып, Үргеніш қаласын жойып жіберді. Темір одан әрі 200 мың әскер жинап, Еділ өзенінің бойында Тоқтамысқа жойқын соққы беріп, елге оралды. Осы тұста мән бере кету керек жағдай, Әмір Темір Алтын Орда үшін маңызды болатын қалаларды жоймай, тек Алтын Орда әскеріне соққы берумен шектелді. Біз осыған сай Әмір Темірдің Алтын Орданы күйрету ниеті болмағандығын байқай аламыз. Негізі Тоқтамыс біртүрлі адам болатын. Әмір Темір оны сандалып жүрген жерінен паналатып, барлық қарсыластарын күйретіп, Алтын Ордада патша қылды. Онымен қоймай Темірдің туысы Тоқтамысты Ұрыс ханның ұрпақтарымен болған соғыстағы жарақат алған жерінен құтқарып алып, Самарқандқа алып келіп ем алуына көмектескен болатын. Тоқтамыс Темірдің ту сыртынан пышақ ұрып, Бұхараны қоршаса да, өз кезегінде Темір кек алу мүмкіндігі бола тұра, тек Тоқтамыс әскерін күйретіп кері қайтқан болатын. Бірақ Тоқтамыс мұнымен шектелмей 1394 жылы Мәмлүк сұлтанатымен Темірге қарсы одақ құрып, әскермен Грузияны басып өтіп, шекаралық аймақты тонап тастады. Темір әскері жеткенше ордалықтар далаға шегініп кетті. Темірдің әлемде жаулап алу мақсаты болатын, бірақ Алтын Орданы құртпайынша бұл ойы жүзеге аспайтынын түсініп, өз әскерімен 1395 жылы Терек өзенінің бойында болған соғыста Алтын Орда әскерінің тасталханын шығарды. Үлкен соғыс болғаны сонша, тіпті Алтын Орданы қорғайтын әскер қалмай қалды.
Темір бұнымен қоймай Алтын Орданың табысын қамтамасыз етіп отырған қалаларды қиратып тастады. Жойқын соғыстардан қорыққан саудагерлер енді Алтын Орда жерімен емес, Әмір Темірдің жерімен жүретін болды. Ақшаның көбі енді Темірдің қалтасын толтырды. Бір кездері әлемдік супердержава болған Алтын Орда Әмір Темірмен соғыс нәтижесінде бар әскерден айырылды. Көптеген зәулім қалалары жер бетінен жоқ болып кеткенмен қоймай, сауда жолдары тоқырап кедей бейшара мемлекетке айналып кетті. Сонда да тағы 60 жылдан аса өмір сүріп, бірнеше хандықтарға ыдырап тынды. Бұл жағдайда біз не түсінуіміз қажет? Біріншіден, Әмір Темір жазбаларын қарасаңыздар, ол өзінің түркі екендігіне мақтанатын байқайсыздар. Сондай-ақ түркі елдерімен жақсы қарым-қатынаста болуды қалады. Ол басында Алтын Орданың құлағанын қаламаған болатын. Мысалы, Тоқтамыс келмей тұрып, аз ғана уақыт ішінде 25 хан ауысып, бәрі бірін-бірі өлтіріп таққа таласып жатты. Билік үшін таласқан Ұрысхан, Мамай, Тоқтамыс дегендер елдің берекесін қашырды. Әмір Темір бұл жағдайларда көз жұма қарап, олар бірін-бірі қырып жатқанына мән бермей қарап отыра алар еді. Немесе олар әлсіреп тынғанда жаулап ала алар еді. Бірақ ол Алтын Ордада күшті бір билік болғандығын және ол билік өзімен жақын қарым-қатынаста болуын қалады. Тоқтамысқа қолдау көрсетіп, ол билікте болғанда маған зиян келтірмейді деп күткен болатын. Тоқтамыс таққа келген соң не істеді? Бұрын өзіне қолдау көрсетіп хан қылған Темірге опасыздық жасады. Темірдің ең сүйікті қаласының бірі Самарқандты ол жоқта атқылап қоршауға алды. Әмір Темір Хорезм және Иран жерлерінде қалалы елдерді алып дағдыланған, біздің далаға келіп көшпенділерге қарсы тұра алмайды деп ойлаған болатын. Себебі, бұдан бұрын біз білетін тарихта ешкім 200 мың әскерді қазақ даласына бастап барып аман шыққан емес. Бұдан бұрын болған Кир мен Дарийдің әрекеті де осыған дәлел. Бірақ Темір өте талантты әскери гений болып шықты. Ол 200 мың әскермен далада аман шыққанмен қоймай, сол далада орда әскерінің тасталқанын шығарып жіберіп еліне қайтты. Тоқтамыс сонда да алған бетінен қайтпай тағы жорыққа шығып, Темірден ойсырай жеңіліс тауып, артынша бұл оқиға Алтын Орданың құлауына алып келді. Егер Тоқтамыс құтырмағанда ешқандай соғыс болып Алтын Орда оңайлықпен құламас еді. Енді Осман империясының жағдайына келер болсақ, бұл уақытта Йылдырым Баязид Европада өзіне лайықты қарсылас қалдырмады. Ол сербтердің тасталқанын шығарып, Балкан мен Анатолия жерлерінде жеңімпаз атанды. 2 рет Византия астанасын қоршауға алып, Болгарияны жаулап алды және Грекияға басып кірді. Бұл жағдайлар Европа елдерінің зәресін ұшырды. Европа елдері Баязидке қарсы бірікпесек, шаруамыз бітеді деп күрес жорығын ұйымдастырды. Франция, Англия, Шотландия, Италия, Испания, Польша, Германиядан әскер шығып, Осман империясына қарсы аттанды. Никопола аймағында болған әрі шайқаста түрік әскері одақтастарымен бірге Европа әскерінің тасталқанын шығарды. Ең мықты деген біріккен Европа коалициясы жеңіліске ұшырауға, түріктердің орталық және батыс Европаға өтуіне жол ашты. Онымен қоса Баязид Италияға басып кіруге әрекет жасай бастады. Сол тұста Иран, Ирак жерлерін бағындырған Әмір Темір Осман империясына шектесті. Бұл жағдайда да ескере кететін жағдай, Темір басында Баязидке елшілік аттандырып өте сыпайы түрде хат жазды. Ол Баязидтің жеткен жетістіктерімен құттықтап, оны мақтаған болатын. Сондай-ақ өзінің жауларын паналатпауды өтініп, реті келсе Тоқтамыспен бірлесіп соғысуға әрекет жасаған болатын. Бірақ Баязид те Тоқтамыс секілді тәкаппарлыққа белшесінен батып кетті. Тоқтамыс Алтын Орданы біріктіріп, орыстарды қырғанына мастанса, Баязид Европаны қиратқан жеңістеріне мастанып, Темірге өте дөрекі түрде хат жазып, оның жауларын өзіне паналатты. Ол аз болғандай Темірдің қорғауындағы жерлерге шабуыл жасады. Әрине бұл жағдайлардың бәрі Темірді қатты ашуландырды. Баязид Әмір Темірді бағаламай, қайдағы жоқ біреу деп ойласа керек, соғыс барысына дайындалып әрекет жасап үлгермеді. 1402 жылы қазақ тайпаларын бастаған Әмір Темір атты әскерімен Анкараға жетіп келді. Бұл уақытта көптеген қазақ даласынан келген жендеттер Баязидке қызмет жасайтын. Олар қазақ тайпаларын көріп, біз бауырларымызбен соғыспаймыз деп Темір әскеріне қосылып кетті. Янычарлармен қалған Баязид бұрын соңды өмірінде болмаған масқара жеңіліске ұшырап, тұтқынға түсіп 1 жылдан соң қайтыс болды. Баязидтің қайтыс болуымен Осман империясы уақытша ыдырап, азамат соғысы басталып, ұзақ жылдар Европаны ұмытуға мәжбүр болды. Енді ең басты мәселеге келер болсақ, көп адам Әмір Темірді түркілердің түбіне жеткен адам деп қарауы мүмкін. Бірақ біз тарихи деректерге шынайы түрде үңілсек, Темірланның қандай ниеттері болғанын байқай аламыз. Әмір Темір сөзсіз Жалайыр сұлтанаты, Дулат империясы, Моғолстан, Дели сұлтанаты сияқты бірқатар түркі патшалықтарына орасан зор зиян келтірді.
Бірақ Алтын Орда мен Осман империясы сияқты супердержаваларды алып қарасақ, бұған тек Баязит пен Тоқтамыс қана кінәлі. Тоқтамыс өзіне жасалған қолдаудан кейін ту сыртынан пышақ ұрып жазасын алса, Баязит дөрекі сөздермен Темірге қарсы әрекеті үшін жапа шекті. Тағы да айта кететін жағдай, Әмір Темір Иран және Үндістан жерлеріне қатыгез түрде адамдардың басынан пирамида үйгенін білеміз. Бірақ бізге ешқандай анық түрде Тамерлан Алтын Орда я Осман империясында адамдардың басынан пирамида жасағаны деген мәлімет кездестіре алмаймыз. Яғни Темірдің түркілерге қарым-қатынасы басқаша болған. Егер Баязит тәкаппарланып шықпағанда, Темір оған соғыс ашпас еді және Осман империясы Европаға сәтті жорығын жалғастырып, орталық Европаны толықтай жаулап алып, бүгінде Түркия алпауыт мемлекеттердің бірі болып отырар еді. Ал Тоқтамыс Әмір Темір иелігіне шабуыл жасамай, орыстарды бодандығында ұстап тыныш отырғанда, Алтын Орда оңайлықпен күйремейтін еді. Қазірге таңға дейін Орта Азия мен Сібір түркілері бір ту астында жиналған супердержава болған күйде отырар едік және ешқандай жоңғар шапқыншылығы, Ресей империясы және Кеңес одағы дегендер болмас еді. Өкінішке орай бұл үш қошқар бір-біріне кімнің қылышы ұзын екенін дәлелдеуге тырысуы бүкіл түркі әлеміне орны толмас қайғы алып келіп, әлемдік биліктен ажырап қалуына себеп болды. Әмір Темірдің басты мақсаттарының бірі Қытайды жаулап алу болатын және сол арманына жете алмай сапарда қайтыс болды. Егер Тоқтамыс пен Баязит Темірді мазалап ұзақ жылдарын алмағанда, сөзсіз ол Қытайға жетер еді және оның қатыгездігін еске алсақ, бәлкім Қытай дәл бүгінгідей болмас еді. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, әлеуметтік желіде таратуларыңызды өтінемін.